Баршаңызға сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс жору жайлы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы түсімізде ақыр заманды көрсек қалай жорылатындығы жайлы болады. Каналға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде ақыр заманды көрсеңіз, сол сәтте қуанып тұрсаңыз, бұл түс сіздің жақсы амалдар жасайтындығыңыздың белгісі және сіздің арман тілектеріңіздің орындалатындығын білдіреді. Ал егер ақыр заманды көріп қорқып тұрсаңыз, сіздің Аллаға ұнамсыз бір амал жасап жүргендігіңізді білдіреді. Сондықтан да жаман істеріңізді тоқтатып, Алладан кешірім сұраңыз. Бір жарыстың алдында түсіңізде ақыр заман болған көрсеңіз, сіздің жеңіске жететіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде адамдардың тіріліп қабірден шығып келе жатқанын көрсеңіз, сіздің мейірімді екеніңіздің белгісі, сондай-ақ болашақта сіздің бір жерге басшы болатындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде ақыр заманды көрсеңіз, ол жерде жалғыз болсаңыз, сіздің біреуді қатты ренжітіп алғаныңызды білдіреді. Сол себепті ол адамнан кешірім сұраңыз. Түсіңізде қиямет күні қайтыс болғаныңызды көрсеңіз, сіздің өміріңізде оң өзгерістер, яғни жақсылықтар болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде ақыр заманды көрсеңіз, біреуге қарыз екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде ақыр заманды көрсеңіз және сол қиямет сәті сізге ұнап жатса, сіздің мінез құлқыңыздың жақсы екендігін білдіреді. Егер түсіңізде қияметтің бітіп қайта тірілгеніңізді көрсеңіз, сіздің жаңа өмір бастайтындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде қиямет күннің белгілерін көрсеңіз, сіздің әділетсіздік жасап жүргендігіңізді білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде ақыр заманды көру, Алладан кешірім сұрап тәубе ету керек екендігін білдіреді. Егер түсіңізде қиямет сағатының бітіп, ол жердегі есеп-қисаптан жеңіл өткеніңізді көрсеңіз, өміріңіздегі қиыншылықтарды жеңіп шығатындығыңызды білдіреді. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписаться бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.